Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге бір биржадан қалай $20 тегін алуға болатынын көрсететін боламын. Сол себепті де видео міндетті түрде соңына дейін көреміз. Осы видеода мен барлығын қалай жасалатынының барлығын басынан аяқ айтып шығатын боламын. Ал енді каналға әлі тіркелмесеңіз, каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарияға өз ойыңызды жазып кетсеңіздер болады. Ал енді қараңыздар, мен бұл биржадан қалай $20 алуға болатынын мен бағана телеграмға пост қылып жазғам. Және де қазір мен соны видеода жасап көрсететін боламын. Ал енді қараңыздар, не істейміз ол үшін просто менің телеграм каналымда тұрған ссылкадан өтеміз. Телеграм каналымның ссылкасы менің осы видеоның описаниясында немесе закрепленный комментариясында болады. Қараңыздар, басамыз. Басқаннан кейін регистрация жасауымыз керек. Регистрация жасап болғаннан кейін ешқандай қиындық жоқ. Верификация онда ештеңе керек емес. Бірақ өздеріңізге кейін ары қарай биржаны қолданамын десеңіздер, верификация жасап қойсаңыздар болады. Қараңыздар, get started басқаннан кейін сіздерге Gmail арқылы немесе телефон номер арқылы деп шығады. Сіздер Gmail арқылы таңдайсыздар, себебі телефон номер арқылы да Қазақстан номерінде басқаша жазылған. Сол себепті Gmail арқылы деген басасыздар. Одан кейін Gmail-ларыңызды осы жерге жазып шығасыздар. Одан кейін астыға паспорт, яғни паролдарыңызды жазасыздар. Одан кейін реферальный код менікі тұрады. Басасыздар и sign up деген басасыздар. Реферальный код арқылы бұл жерде міндетті түрде тіркелу керек, себебі менің рефералым боласыз, одан кейін сізге $20 береді. Басында солай айтылған, біреудің рефкасымен тіркелу керек деген сияқты. Ал енді одан кейін sign up деген басасыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін қалай жасау керек қазір көрсетемін. Одан кейін регистрация жасап болғаннан кейін приложениесін тартып аламыз. ZoomX деген приложение арқылы просто жұмыс жасау оңай. Ал енді бұл жерде біз $20 толтыруымыз керек. Ол $20 біздің жеп қоймайды, алып қоймайды. $20 емес, $23-24 толтырсаңыздар болады. Жеп қоймайды, алып қоймайды, ештеңе жасамайды. Бұлай басасыздар. Қараңыздар, қалай толтырасыздар? Депозит деген кіресіздер. Мысалы, міне сізде аккаунт ашық, assets деген кіресіз, депозит деген кіресіз, и USDT-ны таңдайсыз. И бұл жерде екі ғана сет бар. ERC20 и TRC20. TRC20 таңдайсыздар. Көнтуын басасыздар. И одан кейін міне адрестеріңіз шығады, адрестеріңізді копировать етіп аласыздар. И одан кейін трансвалетпен толтырамын десеңіздер, трансвалетпен толтыруға алады. Немесе Binance басқа да биржаларын толтырсаңыздар, басқа да биржалардан толтыруға алады. Мен KuCoin'нан толтырамын қазір. Одан кейін қараңыздар, withdraw деген басамыз. Бұл жерде USDT-ны таңдаймыз. Мен қазір трейдинг аккаунтта тұр екен, трансферге кіреміз. И трейдинг аккаунтта маған просто основной аккаунтқа лақтыру керек. Лақтырдым, енді withdraw басамыз. USDT-ны таңдаймыз. Одан кейін жаңағы адресімізді қоямыз. Одан кейін network деген жерге TRC20 таңдаймыз. Минимум $5 жіберуге болады дейді. Ары қарай біз $22 жібереміз. Бұл ешқандай қиындық жоқ. Осылай басқа биржадан жіберсеңіздер болады. Адрестеріңіздің бәрі дұрыс па? Я дұрыс, confirm басамыз. И маған Gmail-ға код келеді. Мен Gmail-да кодымның барлығын жазып істеп шықтым. Енді менде ақша кетті. Қазір қанша уақытта түсетінін көреміз. Түскеннен кейін ары қарай не істеу керек екенін көрсететін боламын. Міне маған ақша келіп түсті. 22 USDT лақтырдым. Өздеріңіз көргендей 24 USDT болды. Енді exchange-ге кіреміз. Просто USDT-ны биткоинға айырбастаймыз. USDT-ны биткоинға айырбастаймыз. Сосын ал басамыз. Confirm басамыз. Қазір көргендеріңізде бізде биткоин болды. Енді обратно қайтадан айландырамыз, себебі спотта и фьючерсте бізде торг болу керек. Биткоин басамыз қайтадан и USDT-ға айырбастаймыз. Ал басамыз. Мына менде көргендеріңізде комиссиялардың өзімен кішкене USDT кетті. Ал енді не істеуіміз керек? Ары қарай трейд басамыз. Және де біз ары қарай трейд жасауымыз керек. Міндетті түрде жасауымыз керек. Плечо қоямыз. Қараңыздар. Қараңыздар, трейдке кірген кезде біз лонг немесе шорт позиция ашып, оны 10 минуттай, 15 минуттай ұстауымыз керек. Оны қалай ашасыздар? Қараңыздар, бірінші
үстінде x2x дегендерді 1x-ға қойып қойсаңыздар болады. 10-15 100x-ға апарып тастамаңыздар, себебі ақшаларыңыз тез жеп қояды. Бұл жерде типа фьючерсный торговля деген ол ставка қоямыз, ары қарай биткоин өседі немесе құлайды деген сияқты. Қазір мен просто былайына алам и 100% қоямыз. Мен шортқа қоям. Лимит жоқ, 100%. Менде қазір USDT жоқ деп тұр. Қазір бір тексеріп шығайық. Все, қазір мен пайда болды. Бұлай жасау керек екен. Просто менде инверсте тұрған екен. Бұлай USDT-ға ауыстырамыз. Яғни USDT мен сосын кросс маржан жаңа айтқандай мен X2-ға қоям. Сіздер негізі X1-ге қоя салған дұрыс. Бұл безопасно. Сосын менде 23 сет басамыз. Мен яғни шарт етедім. Жон неге шарт етедім жатыр. Маркетпен көре салайық. Все, мен көргендеріңізде шорт ордер аштым. Енді примерно бұны 20 минуттай ұстауым керек. Одан кейін клоус жауып тастаймыз. Қазір жап деген мен қазір біраз ұстаймыз. Примерно 20 минут өтті. Және де біз жабамыз. Болды, ставканы 100% жауып тастаймын. Көргендеріңізде менің барлығы 24 доллар салдым. Менде 23.61 доллар қалды. Және де трейдингке кіріп тағы да бір рет фьючерспен торговать етсеңіздер болады. Болмаса, болды, ақша жата берсе болады. Келесі айдың 14-іне бізге 20 доллар үстінен түседі. Бұл одан бөлек достарымызды шақырсақ болады. Яғни инвайтқа кіреміз. И әр шақырған досымызға бізге тағы да 20 доллардан береді. Мысалы, қараңыздар, мен қазір сіздер шақырсам, сіз кірсеңіз, сізге 20 доллар, сосын маған 20 доллар береді. Екі адамға да 20 доллардан береді. Дәл солай сіздерді достарыңыз шақырсаңыздар болады. Немесе өздеріңіз басқа телефонмен, үйлеріңіздегі адамдардың телефондарымен абуз жасасаңыздар болады. Яғни қазір мен өзім аккаунтмен дәл осыларды істедім, кейін досымның аккаунтымен істеймін, одан кейін тағы бір досымның аккаунтымен істеймін деген сияқты. Сол кезде плюс-минус, айтқан кезде 100 долларға дейін дәл осы схемамен ақша табуға болады.